Танымал әнші әрі актриса Меруерт Түсіпбаева подиумға Қазақстанның көк туын ұстап шыққан қызға шүйлігіп, наразылығын білдірді. Әнші арудың әрекетін сынға алып қана қоймай, сымбатын да мазақ етті. Осындайларды жауапқа тарту керек. Мемлекеттік рәміздерді мазақ ету. Егер көк туымыздың жаны қол-аяғы болса, сенің қолыңа түспес еді, жақындатпас еді жанына. Әттең-ай, модники, көрсеткілерің келсе, жөні түзін таппайсыңдар ма? Құдай-ау, не деген фигура, после карантина менің фигурамнан аумайды екен. Мұсылмандығымыз қайда қалды? Ең қиынайтыны көк туымыздай қор болған, деп жазды әнші Инстаграм парақшасында. Желі қолданушылары да жалаңаш аруды жерден алып жерге салды. Масқара, бұлай туымызды желбіретпей-ақ қойса ғой, ар-ұяттан безіп барады. Сеп-семіз ғой мына қыз. Басқа қыздар құрып қалған ба туыстайтын? Қазір ештеңеге таңғалатын заман емес болып кетті ғой. Ал бұл тірлікке билік не айтады екен? Мен президент не айтатынын ойлап отырмын. Бәріне бәрібір болған заман. Көк байрақтан садаға кеткір, жалаңаш денеңді көрсеткеніңді ерлікке баладың ба нағылет атқыр, деді олар. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.